Сәлем достар. Мынау біздің қызанақтарымыз әп-әдемі болып өсіп қалды. Бұларды бүгін біз саяжайға жөнелтеміз. Қазір бізде ауа температурасы +6. Ең төменгі температурасы +6-ға дейін. Сондықтан бұларды біз саяжайға апарып, аманшылық болса, ашық топыраққа отырғызамыз. Арнадан ажырамаңыздар. Міне достар, біз саяжайға келдік. Мына қолымдағы қызанақтар, міне дайын қарықтар. Осыған қазір отырғызамыз. Бұларды жалпы мамыр айының басында отырғызамыз деп жоспарлаған едік. Бірақ бұлар тез өсіп кетті. Сондықтан бүгін отырғызып, жел тұрып тұр. Бұның бетін біз агротканьмен жауып кетеміз. Ендеше кеттік. Достар, шахмат түрінде отырғызамыз. Араларын 50 сантиметрден, шахмат түрінде былай, мына жерге біреу, мына жерге біреу. Енді мен есептеп жатпаймын. Көз мөлшерімен осылай отырғыза берем. Сонда мынаның арасы 1 метрден болады. Ортасында біреу тұрады. Енді осындай ұяшықтар қазып аламыз. Достар, мына өткендегі видеода айттым сіздерге, қаймақтың қорабы сондай алғанға жақсы деп. Соны қазір көрейік бірге. Осылай төңкересіздер, су құйып түсе қалады өзі. Содан кейін бұлай жерге отырғызамыз. Отырғызамын да суды құйып жерем осылай. Содан кейін жан жағын бұлай топырақпен көмкеремін. Мына жерді аударғаннан кейін тармалап, бұл жерде былтыр картошка өскен. Сосын оны аударып, тармалап, бетіне кішкене қисептім. Қисеуіп, сөйтіп жаңағындай сондай жер. Несін арам шөбін жұлып отыратын уақыт жоқ. Өйткені қызанақтар қатты өсіп бара жатыр. Сондықтан мына ярлычокта қызанақтың несі бар, қандай сорт екені, соны бұлай жапсырып қоямыз. Бұлай төңкереміз. Сөйтіп бұлай қоямыз. Ұқыпты қоямыз де, жанына су құямыз. Осылай отырғызып жүргеніме жалпы биыл 3-ші жыл болады, достар. Ешқандай да жаңағы не өспей қалатын ондай тәуекел жоқ. Сондықтан батыл түрде отырғыза беріңіздер. Бір дөңгелекті бер жер. Мінекей достар, қызанақтарды отырғызу жұмысы осымен аяқталды. Кейбіреулері қатты ұзын болып кеткендеріне мынандай кальцияға қойғанмын. Себебі жел тұрды. Ал қазір жел басылды, сондай жақсы, тамаша болып тұр. Бас аяғы бір 130-дай қызанақ көшеттері отырғызылды. Әрқайсысының қасына жазуларын, атауларын жазып қойдық. Енді көреміз, бұлардың кейбірін мен бұрнақ жыл отырғызғам, кейбіреулерін былтыр отырғыздым. Оның ішінде енді отырғызбайым деген қызанақтар да бар. Ол жайында бөлек видео шығарамын. Енді мыналарды біз қазір үстін агротканьмен жауып кетеміз. Себебі түнде бізде әлі 6 градус, 8 градусқа дейін. Дей тұрғанмен күтпеген бір суықтар келіп қалса, осы жабын қызанаққа қорған болады. Мынау агротканьның астындағы қызанақтар. Осылай бұлар түнеп шығады. Бәлкім 1-2 күн тағы да осылай түнеп шығады шығар. Қатты ыстық болып жатса, келіп алып тастаймыз.
Ал былай осылай тұра береді енді. Себебі мына жабын ауа өткізеді. Қатты күнде болмайды да, ультрафиолеттің қатты шектен тыс өтіп кетуінен де сақтайды. Бүгін бір тәулік болды. Қызанақты еккенімізге қарайық. Астық қалай екен. Әдемі. Әп-әдемі. Қызанақтар әдем болып бой көтеріпті. Мінекей достар, ешқандай уайым жоқ. Осылай еге берсек болады екен енді. Тамаша. Мен енді бұны қайтадан жауып қоям. Жел болып тұр екен. Айнұрдың саяжайының құрметті көрермендері, осымен біздің қызанақ отырғызу жұмыстарымыз аяқталды. Жабын өте биік, жақсы орналасты. Сондай идеалды түрде тегіс болмаса да, осылай қауіпсіз егілді деп ойлаймыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.